тағы да бір сұрақ қойғым келіп отыр аға. Сіз бағана айттыңыз, 21 жасқа дейін білім алу керек, одан кейін қабілет, одан кейін ақша табу керек депші. Бірақ өкінішке орай сол уақытын өткізіп алған адамдарға, мысалы үшін 35-тегі 40-тағы адамдарға не істеу керек деп ойлайсыз? Өйткені бейімделу керек қой, ол қалай бейімделу керек олар? Жаңа мен айтып кеткен жастар ол жай мысал ретінде. Ол мысалы кейбір адамдар 20 жасында да қабілет жинайды, связь жинайды, байланыс жинайды. Ол мысал ретінде айталық 23 жасына дейін 75% білімге кету керек та, 25% қабілетке. Сосын барып 75-50% қабілетке, 25% білімге, 25% байланысқа жұмсалу керек деген ол условный нәрсе ғой, бірақ түсіну үшін. Ал енді адам 35-ке келсе де, бұл жерде қазақта айтады ғой, мынау өлімнен басқасының ешқандай несі жоқ деп, ертесі жоқ деп, кеші жоқ деп. Сондықтан қандай жастыққа келсеңіз де, бизнес бастап кету ол кеш емес. Қандай жасқа келсеңіз де, ол бизнес адамның жасына қарамайды. Сондықтан мынау адам өз-өзін жетілдіру да, қандай салада болса да, білім саласында болсын, қабілет саласында болсын, мынау связь саласында, байланыс, ол кеш емес. Егер бизнес жасаймын деп өздерінің ынталарың дайын болып тұрса, онда бастап кетуге болады. Бірақ жаңағы мен айтып кеткенімдей, дағдарыстың бірінші кезеңінде өз ақшаларыңды салып, оны тәуекелге салмаған дұрыс. Ал бизнес бастап кету, ол мысалы қандай жас болсын, оған кеш емес. Жаңа мен айтып кеткенімдей, ол білімді жинаңдар, қабілетті жинаңдар, связьдарын жинаңдар, және өздерінің ресурстарыңды өте үнемдеп жұмсаңдар.